Саламатсыздар ма, пайдалы кеңес арнасының көрермендері? Бүгінгі видеомызда қауынның адам денсаулығына пайдасын айтатын боламын. Видеомыз басталмас бұрын төменде тұрған подписаться кнопкасын басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін 1 секундтық іс болса, мен үшін үлкен қолдау. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Қауын тек дәмі тіл үйіретін жеміс қана емес, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары өте көп. Қауынның адам денсаулығына пайдасы: қауын төмен калориялы жеміс түрі. Оның 100 граммында небары 33 калория болады. Сондықтан оны артық салмақтан арылғысы келетін адамдарға жеуге де кеңес береміз. Сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсер етеді. Егер ішекті зиянды заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауын жеңіз. Кімнің бауыры және қуығы ауырса, сол адамдарға да қауын өте пайдалы. Бүйректен тас пен құм шығарады. Қандағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Ағзаңызды әртүрлі аурудан құтқарып, иммунитетті көтереді. Жүрек, қан тамыр ауруларының да алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Жазда шөлге жақсы. Ендеше қауыннан дайындалатын сүзбе десертін ұсынамын. Оны жасау көп уақытыңызды алмайды. Ол үшін сізге 1 стақан сүзбе, 1 сәбіз, 1 тілім қауын, яғни үлкені 3 ас қасық қаймақ, 1 ас қасық бал қажет болады. Дайындалу жолын айтатын болсам, бірінші сүзбені жақсылап шанышқымен үгітесіз, оның үстіне қаймақ қосып араластырасыз. Содан кейін сәбізді тазалап, кішкентай үккіштен өткізіңіз. Содан соң бал мен қант қосуды ұмытып кетпеңіз. Қауын тілімінің қабығын аршып, яғни ұсақтап турап, сүзбе қоспасына қосыңыз. Бәрі дайын болған соң, өзіңіз қалауыңыз бойынша әшекейлеп дастарханға қойсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Видеомызды жіберіп алмаңыздар.